Қазақстан үшін қаралы ақпарат. Қазақстан үшін танымал адам қайтыс болды. Қымбат көрермен, біз өз командамыз атынан олардың жақын туысы және де отбасына көңілімізді білдіреміз. Егер сіздерде өз көңілдеріңізді білдіріп, саулық амандық тілегіңіз келсе, видеомыз астына бір дана лайк белгісін басып қойыңыз. Генерал-майор Алмасбек Абдрахманов қайтыс болды. Генерал-майор Алмасбек Абдрахманов 85 жасында өмірден өтті деп хабарлайды бүгін KZ порталы. Генералдар кеңесі республикалық қоғамдық бірлестігі растады. Біз көп жыл бойы араласып дос болдық. Біздің қарым-қатынасымыз 2001 жылы Генералдар кеңесі республикалық қоғамдық бірлестігін құрарда. Рүстем Есімханұлы Қайдаровты қолдаған кезден бастап жақындай түсті. Алмасбек Сейітұлы Төралқаның құрылтайшылары мен алғашқы мүшелерінің қатарында болды. 2020 жылдан бастап генералдар кеңесінің құрметті мүшесі, деді отставкадағы генерал-майор Тұрсынай Жолов әлеуметтік желідегі парақшасында.